Арнасы кең өзендер, арнасымен кең ағады. Ардақ тұтар азаматқа ел береді бағаны. Өйткені шыққан күн өткен күнді жоқтамайды. Себебі өткен күннің шуағы нұры қалады. Өмірден өткенше халықтың ықыласымен, алғысына бөленіп, солардың жанында білімімен, еңбегімен, тектілігінің арқасында тұғырлы тұлғасының жатталып қалған ардақты абзал жан, ақыл парасаттың, үлкен ұстамдылықтың, асқан мейірімділіктің, биік адамгершілік көзқарастың иесі Сайын Садықов. Күллі саналы өмірін медицина ғылымының өркендеуімен дамуына арнаған осы салада буын-буын шәкірт баулыған ұлағатты ұстаз, профессор, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі, дәрігер, ғалым, радиолог Сайын Садықұлының еңбектері ұлт қазынасын рухани байытуға және ғылымның дамуына үлес қосатын маңызды мұра. Еліміздегі радиология саласындағы бірегей мамандардың бірі, есімі республиканы айтпағанда шетелдерге кеңінен танылған ұлт жанды азамат. Кеңес дәуірі тұсында алдыңғы қатарлы ғылыми зерттеу орталық институтының онкология және радиология институты қызметкері Сайын Садықұлы 1943 жылдың 6 ақпанында Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Тасқабақ Оймауыт ауылында Садық пен Қырмызының отбасын қуанышқа бөлеп дүниеге келген. Ақтөбенің мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетін 1968 жылы бітіргеннен кейін 1970 жылға дейін Хромтау қаласында емші дәрігер, хирургия бөлімшесінің меңгерушісі болып жемісті қызмет етеді. Ол тағдыр тәлкегімен сырқатқа ұшыраған жандардың сауығып кетуіне, дертіне шипа, үміт сәулесін түсіруге қажыр қайратымен кәсіби ақыл парасатын аянбай жұмсады. 1970 жылы қарашаның 15-інде Қазақтың онкологиялық, радиологиялық ғылыми зерттеу институтінде кіші ғылыми қызметкер болып жұмысқа орналасып, Сайын Садықұлының ғылымдағы тынбай еңбектенген шығармашылық ізденісі басталады. Сол жылы ол Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері болып орналасады. 1987 жылдан клиникалық радиологияның аға ғылыми қызметкері міндетін атқарады. 1996-1999 жылдар аралығында оған осы бөлімшенің меңгерушісі болуға сенім артады. Зерттеуші ғалым 1991 жылдан Қазақтың медициналық ұлттық университетінде әуелі ассистент, сосын доцент. 1999 жылы онкология, маммология және сәулелік терапия кафедрасының доценті ретінде өзіне жүктелген ғылыми ұстаздық мәртебелі жауапкершілікті қатар алып жүреді. Ғалым ұстазға 2013 жылы ЖАК-тың доценттік дипломы, 2008 жылы Қазақ ұлттық медициналық университетінің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша академиялық профессор атағы берілді. Сайын Садықов ұзақ жылғы ұстаздық ғылыми шығармашылық ізденістерінің нәтижесінде 6 монография, 11 оқулық, 3 тиімді ұсыныстар, 1 авторлық куәлік, студенттер мен оқытушыларға арналған бірнеше оқу әдістемелік еңбектер жазып, сәулелік терапияның барлық тарауларына қайтадан өзгеріс енгізіп, қазақ тілінде толықтырып бастырды. Профессор Қазақтың медициналық ұлттық университетінің барлық факультеттеріне, интерндерге арналып, ситуациялық есептер, тестілер құрастырды.
Ұстаздық пен ғылыми шығармашылықты құстың қанатындай қатар алып жүрген айтылы тұлға 230-дан астам елеулі еңбектің авторы. Онкология кафедрасының негізгі бір базасы Қазақтың онкология және радиологиялық ғылыми зерттеу институты. Ғалым осы институттың радиология бөлімшесінде 52 жыл бойы сәулемен емдеу проблемасымен шұғылданатын жоғары санаттағы білікті маман болып саналды. Профессор еліміздегі инновациялық технологияны қатерлі ісіктерді емдеуге қолдана білетін бірден бір жоғарғы кәсіби маман болды. Сайын Садықов өзінің ғылыми жетекшісі әрі ұстазы академик Балмұханов пен Әбдірахмановтың жетекшілігімен және дүние жүзіне белгілі италиялық, ағылшындық, швейцариялық, чехиялық, германиялық, Мәскеу, Ленинградтық ғалымдармен бірігіп зертханаларда өткізген эксперименттер нәтижесінде әртүрлі онкологиялық науқастарды емдеуде жоғары көрсеткіштерге жеткен бірегей ғалым. Қазақстан Республикасы қоса бірнеше шетелдік наградалар мен төсбелгі иегері. Профессор Сайын Садықовтың артында өшпес із, жалғасын тапқан ұрпақ қалды. Қызы Венера Сайын қызы Қазақ автомобиль жол институтында бөлім меңгерушісі, экономика ғылымдарының магистрі. Ұлы Мағжан Сайынұлы Садықов медициналық ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасының медицина орталығы, ұлттық госпиталінде бөлім меңгерушісі. Немересі Жанар экономика ғылымдарының магистрі, Жусан банкінде қызмет атқарады. Немересі Данияр Стамбул қаласындағы жоғарғы оқу орнының 3-ші курс студенті. Немересі Нұрмұхамед мектеп оқушысы 10-шы сыныпта аяқтады. Шөбересі Арайлым экономика ғылымдарының магистрі. Форте банкте жауапты қызмет атқарады. Ақтөбенің арда азаматы Асқабақтың тарланы, ақ жүрек арланы. Ғалымдықпен бірге ақындық, шежірешілік, тек танушылық. Өнерден де құралы қан емес, Садық Сайынұлының өмір жолы. Уақыт өткен сайын биіктей беретін асқар тау іспеттес. Өлмегенде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның қат өлмейді деген бұқар жырау. Өлшеусіз еңбегімен өнегелі өмірі, баршаға үлгі болған асыл азамат, ардақты жар аяулы әке, ұлт жанды ғалым, мәңгілік мекеніңіз жұмақ төрі болғай. Сіз мәңгілік жүректесіз. Келмедің ой, келем деп кетіп едің. Әке сені еске алып өкінемін. Айтсам деген өзіне сырым қанша, көзіме бір көрінші өтінемін. Түсіме бүгін тағы кірші әке, кетпеші жанымда сәл жүрші әке. Басымнан сипап менің баяғыдай, шашымнан бір иіскеп күлші әке, күлші әке, жүрші әке. Қабіріңіз сен іздеп неге келді?